Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 81-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көр. Ойыңды дәлелде. Бүгін күн ұясына қызарып батса, ертең күн ашық болады. Балалар, мәтіннің мазмұнын мұндағы табиғат құбылысына қарап, ауа райын болжау туралы болады деп ойлаймыз. Ал мәтіннің тақырыбында ауа райын болжау деп атасақ болады. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады, деді Әли. Оны қайдан білдің деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Мәтіннің авторы Әшірбек Амангелдиев. Мәтінге ат қой. Балалар, мәтінге ауа райын болжау деп қойсақ болады. Немесе ата тәрбиесі деп, немесе Әлидің тапқырлығы деп те ат қойсақ болады. Мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып, септеп жаз. Мәтіндегі атау септігіндегі сөздер Әли, Сәрсен, шөп, күн және атам сөздері. Олай болса, септеп жазайық. Атау септігінде Әли, Сәрсен, шөп, күн, атам. Ілік септікте Әлидің, Сәрсеннің, шөптің, атамның. Бар септікте Әлиге, Сәрсенге, шөпке, атама. Табыс септікте Әлиді, Сәрсенді, шөпті, атамды. Жатыс септікте Әлиде, Сәрсенде, шөпте, атамда. Шығыс септікте Әлиден, Сәрсеннен, шөптен, атамнан. Көмекте септікте Әлимен, Сәрсенмен, шөппен, атаммен болып жазылады. Үшінші тапсырма, суретке қара. Ақпаратты қолданып қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла. Қандай ауа райында сабақ болмайды? Ауаның температурасы 25-29 және одан төмен болғанда, желдің жылдамдығы 2-4 метр болғанда секундына және 0-4 сыныптарда сабақ болмайды деген сөздерді пайдаланып, хабарлама жазуымыз керек. Хабарлап айту барысында мыналарды ескереміз. Қаратпа сөзді қолдан, мәнерлі айтуға жаттық, парталасыңа ақпаратты айт. Дайындаған хабарламаңды қатесіз жаз. Септік жалғауында тұрған сөздерді анықтап, астын сыз дейді. Олай болса балалар, мұндағы берілген ақпараттармен және суретке қарап отырып, хабарлама құрастырып көрейік. Хабарландыру. Құрметті қала тұрғындары, 5 ақпан күні ауаның температурасы 25-29 градусқа төмендейді. Желдің жылдамдығы 2-4 метр секунд болады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 0-4 сыныптарда сабақ болмайтынын хабарлаймыз. Ал енді балалар, бұл жердегі септік жалғауында тұрған сөздердің астын сызып қоямыз. Мұнда ауаның, градусқа, желдің, райының, сыныптарда деген сөздер, бұл сөздер септік жалғауы арқылы жасалып тұр. 4-ші тапсырма, көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқы. Атау септігінде барлығыңа үлгі болар қарақтар Байсалды да, ақылды да Марат бар. Ілік септігінде жеке басым ең алдымен Мараттың жасы үлкенді сыйлағанын жараттым. Бар септігінде сенбейсің бе күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа. Табыс септік батыл емес дей алмайсың Маратты, сол үйретті ауылдағы баратты. Жатыс септік алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді онда ынта жігер талапта. Шығыс септік қай өнерде табылады Мараттан, ән салғанда жұрт даусына қаратқан. Көмекте септік міне сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендерде бар әттең. Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли. Осылай Марат сөзін тиісті септікке қойып оқимыз. Ал енді Марат қандай оқушы деген сұраққа жауапты өлең тармақтарынан іздеп көр дейді. Марат қандай оқушы? Марат ақылды, ұқыпты, білімді. Марат деген сыныптың үздігі. Ынтаменен оқиды ол сабақты, 5 алумен өтеді оның күндігі.
Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.